комедия сияқты, бірақ ол жақта тек қана комедия емес, сол мектеп оқушыларымен военныйды араластырып, менің ойымша бір патриоттық, бір жас балаларға осындай еліне қызмет ету сияқты бір сезімдерді туындыратын кино болады деп ойлаймын. Осы НВП ағайдың түсірілім алаңында жүргенде маған өзіме ұнады, атмосфера, бір балалармен мектептің ішіне түстікте маған бір одан кейін режиссер Дархан Саркенов қой, бұрын жұмыс істеген режиссерім өте бір қызықты, сондай бір кәсіби түрде түсірілген бір жақсы фильм болды деп ойлаймын. Өзім сөйтіп ойлап тұрмын. Бір қызықты тілегіңіз және не айтасыз? Жалпы біздің елімізде өте көп тақырыпта фильмдер түсіріліп жатыр, иә. Бірақ дәл осындай НВП ағай деген тақырыпта менің ойымша алғашқы фильмдердің бірі. Және де бұл фильм жай ғана спорт туралы немесе де мектептегі ұстаздар туралы емес. Бұл жерде махаббат та бар, бұл жерде тәлім тәрбие де бар, бұл жақта сабақ алатындай көптеген оқиғалар көрсетілген, бейнеленген. Сондықтан да әрбір оқушыдан бастап жасөспірім кейін үлкен адамдарға дейін көретін өзіне бірдеңе алуға болатын фильмдерді қатарына жатқыза аламын. Майор Айтбай Ербол для выполнения задания прибыл. Сіз НВП-дан беретін мұғалімсіз ғой? Дәл солай. Вот терпиловый Владимир, давайте сразу всех падал. Бай? Я балалар сидел айтады. Оқушыларыңызбен күшті тіл табысқан сияқтысыз ғой? Ой, қайдағы. Рас айтам.